Ал достар, енді бүгінгі сабақта точно реклама жібереміз. Мінекей достар, жаңағы реклама аккаунтымен реклама нәтижелеріне талдау жасап кеттім. Сіздерге енді рекламаның өзін жіберіп көрсететін боламын достар. Обязательно Telegram вебқа кіріп қойыңыздар, себебі сіздер Telegram вебтан алдын ала например, текст және де креатив баннер дайындап алатын боласыздар. Мінекей мен сізге көрсетіп кетейін, қалай бар, солай бар. Мына жақта мен сестренкамның несіне жіберіп қойған барлық жіберетін рекламаларымды, осылай файлмен жібересіздер всегда рекламаны. Файлмен жіберген уақытта сіздің рекламаңыздың качествосы жақсы болады. Мінекей алдын ала дайындап аласыздар достар. Мінекей мені осылай видео жіберіп қойғансыз, Телеграмға кәдімгідей видео жіберіп қойғансыз. Осы видеоны осылай мінекей сохранить етіп аламыз достар. Мінекей до конца сохранить етіп аламыз. Бұл жалпы сохранить етілген уақытта біздің компьютерімізді загрузка бөліміне түсетін болады. Осылай до конца күтеміз сохранить етілгенін. Сосын алдын ала текст дайындап аламыз. Сіз мысалы үшін рекламный кабинеттің ішінде текст жазып отырып уақытыңызды құртпайсыз ғой. Телефонмен текст дайындап аламыз. Мінекей текстіңіз де сіздің өтімді болу керек, барлық данныйлар болу керек. Кейбір адамдар текстқа да қатты мән беріп, рекламаның сапасына қатты мән беретін жандар да бар. Сол үшін мінекей тойыңыздың жоғары деңгейде өтуі тікелей тамадаға байланысты. Жаңағыдай міне шоумен ведущий тамада кез келген той жиындарды жоғары деңгейде өткізіп беруге дайынмын. Міне той жасау сізден, қызмет көрсету бізден деп. Мінекей қандай тойларға шығады, телефон номер, Instagram барлығын жазып қоямыз. Сосын мінекей реклама жіберерден алдын осылай басып тұрып, мінекей скопировать етіп аламыз достар. Осылай скопировать етіп алдық. Мына видеомыз уже загрузить етіп болып қалды. Қазір күте тұрайық, Мінекей достар, біздің видеомыз загрузка жасалынды. Осылай Telegram вебтан алдын ала дайындап алған текстіңізді скопировать етіп алып, сосын мынандай видеоңызды компьютерға загрузить етіп аламыз. Ал кеттік. Мінекей сол беттегі создать батырмасын басамыз. Достар, мен сіздерге трафик арқылы және де вовлеченность цели арқылы реклама жіберіп көрсететін боламын. Вовлеченность цели дегенді таңдаймыз, продолжить, вовлеченностьпен жіберіп жатырмын. И жаңағыдай вручную, созданные вручную деген таңдаймыз. Всегда, достар. Мына біріншісін таңдап кетпеңіздер. Бұның ішіндегі настройкасы түсініксіз, ағылшынша. Ал мына жақта созданные вручную деген таңдаймыз. Продолжить. Мінекей. Жалпы реклама жіберерден алдын реклама жіберетін настройканың өзі 3 бөлімнен тұрады. Компанияның өзі 3 бөлімнен тұрады, достар. Бірінші бөлімде біз тек қана атын жазып аламыз. Давайте, мен жаңа реклама деп жазып аламын. Мысалы үшін сіз акцияға арналған реклама болса, акционный реклама. Жаңағыдай бір кухняға арналған болса, кухняға, тамадаға арналған болса, тамада деп жаңағыдай өзіңіздің клиентіңізге арналған рекламаның атын жазып аласыз. Себебі сізге түсінікті болуы қажет. Мінекей бірінші бөлімде тек қана атын жазамыз. Жалпы достар, мен вовлеченность цельмен реклама жіберейін деп жатырмын. Вовлеченность цели дегеніміз ол қандай цель? Жалпы вовлеченность цели дегеніміз тікелей бізге клиент алып кеп беретін цель. Вовлеченность цели тікелей бізге клиенттің тікелей біздің WhatsApp-ымызға, Instagram-ымызға жазатын цель болып табылады. Достар, осы вовлеченность цели. Қазір мен WhatsApp-қа реклама жіберу үшін, тікелей клиенттер WhatsApp-қа шығу үшін реклама жіберетін боламын. Мінекей достар, мына жақтағы да атын өшіріп жасасаңыздар да болады, өшірмесеңіздер де болады. Главный өздеріңізге түсінікті болу қажет. Жаңа реклама. Мінекей достар, жаңа реклама деп жазып алдым. Мына жақта жаңа біз басында страница аштық. Помните, достар? Алдыңғы видеоларда страница аштық. Сіз қандай клиентке реклама жіберейін деп жатырсыз, сол клиенттің Instagram, WhatsApp-ы жалғанған страницаны осы жерден таңдап аласыз. Мінекей менде неше түрлі страницалар бар. Ал бірақ менің мына жақта тамада клиентімнің страницасы мінекей осы жерге жалғанған. Бұл тамада клиентіме жалпы WhatsApp-ына да, Instagram-на да сообщение келетіндей қып жіберсек болады рекламаны, бірақ мен тек қана WhatsApp-на келетіндей қып жіберем, достар. Осы екеуін де таңдауға болады, немесе біреуін WhatsApp-ын ғана таңдауға болады. Клиенттің сұрауы бойынша клиенттен сұрайсыздар, сізге Instagram-ға да, WhatsApp-қа да сообщение келсін ба, немесе WhatsApp-қа келсін ба депші. Клиенттің сұрауы бойынша жасаймыз. Ал кеттік, міне достар. Екінші бөлімін жасап жатырмын. Бірінші бөлімде тек қана атын жазып алдым, ал екінші бөлімінде мен көптеген настройкаларды жасайтын боламын.
Мінекей, страница таңдап алдым. WhatsApp-ын таңдадым. Енді төмен түсеміз да, бюджет қоятын боламыз, достар. Кем дегенде рекламаға, кем дегенде 10 бюджет қоямыз. Өте бюджеті аз болған жағдайда, креативіңіз мықты болған жағдайда $8 қойсаңыз да болады. Бірақ сіз қанша көп бюджет қоясыз, сіздің сонша рекламаңыздың өтімділігі жоғары болады, достар. Өтімділігі жоғары болады. Сол үшін клиентке рекламаға қандай бюджет қойсам болады деп сұраған уақытта әрдайым 10, ең кем дегенде $10-15 деп айтқандарыңыз дұрыс болады, достар. Бұл цельда, именно вовлеченность целінде көбірек доллар қоя берген дұрыс. Қазір мен $15 мен жіберіп көрсетемін, достар, рекламаны. $15 қойып жатырмын. Именно жақта местоположение, достар. Рекламаны барлық Қазақстанға жіберсеңіз де болады, немесе бір белгілі бір қалаларға жіберсеңіз де болады. Мысалы үшін мен Нұр-Сұлтан, мінекей, достар. Нұр-Сұлтан. Именно жақта Қарағанды деп таңдаған кезде, мінекей, Қарағанды деп іздеген кезде, Қарағандының облысы шығады, достар. Қарағандинская облысында қаншама қалалар бар, білесіздер, достар. Сол қалалардың барлығы осы Қарағанды облысына кіріп кетеді, достар. Сосын мына жақта 40 километрге дейінгі адамдарға көрсетеді бұл рекламаны. Сіз 80 километрге дейін деп таңдап қойсаңыз болады. Немесе 60 километрге дейін деп таңдап қойсаңыз болады. 60 километрдің өзі жеткілікті деп ойлаймын, достар. Даже Қосшыға дейін кетіп қалды бұл реклама. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сіз қай-қай қалаларға жіберу керексіз, сол қалаларға жіберетін боласыз. Немесе бүкіл Қазақстанға десе, бүкіл Қазақстанға. Тек қана Шымкентке, тек қана Алматыға жібер десе, тек қана Алматыға ғана жіберсеңіз болады рекламаны, достар. Мен бұл рекламаны жалпы біз 5 қалаға жібереміз, жай ғана мысал ретінде 2 қалаға ғана жіберіп көрсетіп жатырмын. Дальше мына жақта аудитория таңдайтын боламыз, достар. Мына жақта аудитория дегенде переключиться на исходную аудиторию деген болады. Осы жерден использовать исходную аудиторию деген таңдаймыз. Себебі біз аудиторияны өзіміз создать етеміз, достар. Мына жақта мен уақытымды көріп алсам, менде тағы да 3 минут уақыт бар. Егер симай қалса, қалған келесі видеода түсірем, достар. Мінекей, достар, использовать исходную аудиторию деген кезде бізде сразу шығады. Міне бюджет $15 таңдап алдық. Аудитория бізде, мінекей, біз таңдаған 2 қаламыз тұр. И сосын мына жақта біз возраст таңдаймыз, достар. Возраст, мінекей, достар, бізде 22 жаспан, например, үйлену той жасайтын адамдардың возрастын таңдауымыз керек. Мінекей, 22 жаспен 58 жасқа дейінгі адамдар Инстаграмда отырады деп ойлайық, осылай таңдаймыз. Лица любого пола. Мына жақта кез келген еркектерге арналған реклама жіберуге болады, немесе әйелдерге арналған реклама жіберуге болады. Ал мен бұл тамада клиентімнің рекламасын 2 полға да жібере берем. Сол үшін все деп таңдадық, достар. Ал енді кеттік дальше, достар. И детальный таргетинг деген болады, достар. Сіздер детальный таргетингте, мысал үшін мен бұл клиентіме всегда широкая аудиторияға жіберем. Жалпы детальный таргетинг дегеніміз, достар, мысал үшін тамада кімдерге қажет? Жаңағыдай свадьба, үйлену той, қыз ұзату деген сияқты жалпы аудитория таңдап жіберсек те болады детальный таргетинг арқылы, немесе біз широкая аудиторияға жіберіп жатырмыз. Когда детальный таргетинг таңдамаған уақытта бұл аудиториямыз біздің широкая аудитория деп аталады. Широкая аудитория дегеніміз бұл Инстаграмға сенім білдіріп реклама жіберу деген сөз. Себебі Инстаграмның басы бізден де қатты істейді. Себебі тамада іздеген адамдарға именно осы тамада клиентімнің рекламасы шығады. Например, сіздерде болған шығар мынандай жағдай. Сіз когда салон красоты, тамада, немесе мебель іздесеңіз, алдыңыздан автоматом именно салон красоты, именно мебельдің рекламалар атып шыға береді. Себебі Инстаграм солай. Широкая аудитория дегеніміз сол. Біз широкая аудиторияға реклама жіберсек, сол клиентіміздің рекламасы именно өзінің аудиториясына көрінетін болады. Сол арқылы біз заявкалар алып отырамыз, достар. Ал кеттік дальше. Мына жақта место размещения. Біздің рекламамыз қай жерде көрсетіледі? Выбор место размещения вручную деген таңдаймыз, достар. Всегда вручную таңдаймыз, өзіміз таңдаймыз, Осы жерде міне Facebook, Network, Messenger деп тұр, достар. Осылардың барлығын өшіріп тастап, тек қана Инстаграмды қалдырамыз, достар. Мына жақта устройство деген бар, достар. Осы устройстводан тек қана мобильный устройство деген таңдаймыз. Себебі бізде компьютерде ешкім Инстаграмда отырмайды. Сол үшін мобильный устройство. Мына жақта бізде ошибка шығып тұр екен. Осы ошибканы Facebooktың үстін бір рет басып жіберсек, дұрысталады, кейін Facebookты өшіріп тастай салсақ болады. Ол ошибка неден шықты? Facebookқа да рекламаңызды қойыңыз деп предлагать етіп тұр бізге.
Енді достар, осы аудиторияны басынан бастап соңына дейін тағы бір түсіндіріп жіберейін достар, иә, сіздерге түсінікті болу үшін. Бірінші бөлімде бізде тек қана атын жазамыз, екінші бөлім міне